Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 83-84 сабақты өтетін боламыз. Бақылау диктантын жазамыз. Табиғаттағы демалыс тақырыбы. Мен 4-ші сыныпта оқимын. Табиғат біздің анамыз. Мен табиғатты, ондағы құбылыстар мен таңғажайып көріністерді өте қатты жақсы көремін. Бірде сыныптастарымызбен табиғатта демалыс ұйымдастырдық. Жол дорбамызды дайындап, тауға бет алдық. Таудағы таза ауа, хош иіс, өсімдіктер мен құстардың сайрағаны адамға ерекше көңіл күй сыйлайды. Табиғат аясында тамақтанып, кітап оқып, әртүрлі ойындар ойнадық. Күннің қызарып батқанын қызыға тамашаладық. Демалып болған соң қоқыстарды жинап, ауылға шықтық. Достар мен табиғат аясында демалған өте көңілді болды. Тапсырма балалар. Енді осы бірінші сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдаңдар. Және де табиғат, тау сөздерін септеп жазыңдар. Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамыз. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақ ұнаған болса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Олай болса, Зерек бала каналына тіркеліп, колокольчик басып қойыңыздар. Колокольчик басып қойсаңыздар, жаңа сабақ шыққан кезде сіздерге хабарлама баратын болады. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.